Болат Досжанов. Негізінде мына қазақ орта 17-ші қазақ орта мектебін бітірдім, мен қазақша оқыдым. Сол оқып жүрген кезінде мен суретші боламын деген ондай ой жоқ еді. Тек қана мына мектеп қабырғасына шығатын жаңа қабырға газеттерін соған болса қызығып, қолынан келгенімді білгенімді істеп, ай сайын қабырға газеттерін жасап, кейбір өтетін кештерге керекті суреттерін салып, солай өзім қызығып жасайтын. Бірақ суретші боламын деп ойламап едім. Сол кездері Хакимжан Исмұханович Наурызбаев ағай кездесуге келіп біздің мектепке. Содан жаңағы мен жасаған қабырға газеттерімді көріп, кім жасады деп сұрап, мен там мұғалімдер мені көрсетті, осы оқушы деп. Содан Хакимжан ағай айналай, бізде оқу орны бар, сен оқуға түс, ары қарай жалғастыр, суретші бол. Содан ағаның айтқан жаңағы сөзіне сәйкес ол кезде Гоголь атындағы көркемсурет училищесі болған. Алғашқы жылы түсе алмай, шынын айтқанда негізінде мен 4-ші жылы барып жаңағы училищеға түстім. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады. Абай. Хакимжан аға кездескеннен кейін шығып, жаңағы мүсін маманын таңдаған. Оқу орнын бітіргеннен кейін 2 жыл жұмыс істеп, содан кейін ғана оқуға түсуге рұқсат болады. Сол Қостанай облысында Орджоникидзе ауданында Денисовка дейді қазір. Сол жердегі орта мектепте жаңа сурет және черчение пәнінің мұғалімі болып 7-ші жылы бастап, 2 жыл сол мектепте жұмыс істеп, рұқсат алып, 77-ші жылы Суриков мемлекеттік Суриков институтына Москваға барып оқуға түстім. 2-ші курстан кейін жаңағы шеберханаларға бөледі ол кезде. 3-ші курста сол шеберханаға бөлгенде мен өзім бұрыннан оқуға түскенде алдында естіп жүретін, қай ұстаз қалай қабылдайды, қалай дайындайды деген. Сондықтан да менің өзім сол академик Михаил Федорович Бабуринға жаңағы сол кісінің қолынан оқитын ниет білдіріп, арызымды сол кісінің атынан жазып, ол кісі мені қабылдады. Сол негізінде мен Михаил Федорович Бабуриннің шеберханасын бітірдім. Ал училищеда оқып жүрген кезде маған Вакиф Рахманов сабақ берді. Ескен Аманжол Серкебаев негізінде сабақ берді. Онан кейін сол кезде график Пак деген ағалымыз болған, керемет рисовальщик. Сол кісіден дәріс алдық кезінде. Сондықтан да қазіргі енді әжептәуір жасқа келгенде ойланып, өз шығармашылық жұмысына көңіл бөліп қарағанда, сондай үлкен азаматтардан білім алғаныма, солардан бірнеге үйренгеніме мен шынында да өзіне бақыттымын, қуаныштымын деп санаймын. Шығармашылық жұмысқа сол Москвада оқып жүрген кезден бейімделді қой. Ары қарай қалай шығармашылық жұмыс істеуіміз керек. Оны айтайын дегенім, ол кезде мен оқуға түскен кезде мен 6-шы мүсінші болып түстім. Менің алдында бізден үлкен ағаларымыз Мергенов 6-шы курста оқып жүрген кезде. Молдабаев Жеңіс училищеда бірге оқымыз, менен армиядан кейін кешігіп қалды, ол алға шығып, Суриковта ол 5-ші курста оқып жүрді. Бақыт Абешев қатарлас. Жанболатов Мұрат Семейдің мүсіншісі болатын. Қадырхан Какимов қазіргі мүсінші. Онан кейінгі жастар Малик Жүнісбаев, Малик Султанович, Астахов Анатолий.
Әне осы бәріміз қатарлас жаңағы негізгі мұсыл мамандағы оқыған, бір жылдағы оқыған қатарлас студенттеріміз, ол жағынан алғанда. Сол кездерде әр уақытта кездескенімізде жаңағы көрмеге барған, әркімнің өзінің пікірін алған ләззатын өзара бөлісіп, шығармашылық жұмыс қандай болу керек, қандай бағытта болу керек, не істеу керек деген сондай пікір таластар болады. Шынайы өмір өнерсіз болмақ емес. Демокрит. Алғашқы көрмеге қатысқан ол 69 жыл болды. 1969 жылы Алматыда алғашқы жастар, республикалық деңгейдегі алғашқы жастардың көрмесі болды. Выставка молодежи, молодых художников города Алматы. Орысша солай аталады. Содан бастап республикалық деңгейдегі, союз кезіндегі, союз деңгейіндегі көрмелерге қатысып жүрдік. Негізгі көрмелерге қатысқандағы ол өзіңді көрсету емес, негізгі мақсат. Сол көрмедегі басқа да шеберлердің қойған жұмыстарымен өз жұмысыңды салыстырып, қандай кемшілігің бар, қандай жетістіктерің бар, қалай жұмыс істеу керек деген қорытынды бір шешімге келесіз. Ол басқалардан үйренесіз бірге. Сол үшін көрмеге кезінде біз көбірек қатысуға ынталанатынбыз. Нұрғиса Ақсақалдың композициясын істеген. Ол кезде ана кісінің тек қана жай реалистический образ емес, оның мынандай бір өзінің монументальный, өзінің бір ішіндегінен шығып тұрған әннің мынандай өзінің әннің бір дыбысын тапқанда, себебі лайдан, композициядан сондай табу өте қиын, ол өте ерекше. Себебі талай жұмыстар мынандай постановочный болып қалады, авторға ұнамайды, өздері сындырып тастайды. Мына жерде ана пластикамен қалай тапқаны өзім таңғалып, өзіме ұнатты. Өзім біз тарапынан айтатыным, мен Астана қаласындағы істеген Абай ескерткіші, қазір Петропавловскте Қызылжар қаласындағы қойылған мен Қарасайдан Ағынтай ескерткіші, ол ескерткішке ерекше айтуға болады. Ол 98 жылы, ол кезде бізде жаңа қоладан құятын тек Қарағандыда болатын цех, бірақ біз ол жұмысты Белоруссияның астанасы Минскіде сол жерде жасап, ұлғайтып, сол жерден қоладан құйып алып келеміз. Қызылжар Петропавловскте тұрған, солтүстік Қазақстан, сондағы тамаша Ағынтай мен Қарасайға қойған монументалды мүсін жұмысы. Ол жерде ерекше бір шешімде, пластикалық шешім, ұтымдылығы, мынау ел қорғаған, жерін қорғаған тарихи азаматтарды өзінше екеуінде қатарынан қойып, алдарында қалқаны бар ел қорғаған азаматтар ретінде, батыр тұлға ретінде жақсы шешімін тауып қойған үздік жұмыстардың бірі болып саналады. Петропавл қаласында кішігірім Пушкиннің ескерткіші, одан тағы біраз жұмыстар. Мен негізінде шығармашылық жұмыста өзім көңіліме ұнайтын, жаңа шешуге мүмкіншілігім бар ғой деген жұмыстарға мен көбінесе талпынамын. Кәукен Кенжетайұлы ағамыздың өтініші бойынша екі эскиз жасадым, өзі бекіткен. Шәкен Аймановтың біреуі қазір ол эскиз Астанада жаңа көрмеге жіберген. Кішігірім эскиз. Ол жерде Шәкен аға былай қолын созып амандасайын дегендей ниетпен күліп жаңа келатқан сондай бейнесін жасап еді. Екіншісі Кәукен ағаның өтініші бойынша Шәкен ағаның сол Алдар Көсеу ролындағы ойнаған бейнесі еді.
Шәкен Аймановтың кескіндік, образдық кескіні, мынау кинофильм Алдар көседегі образдық шешімі өте әдемі, өзінің ұтымды жағымен шешілген жұмыс ретінде саналады. Өйткені Алдар көсе мынау жаңағы кілең кедей кепшіктің қамын ойлаған, солардың жаңағы жоқтығын жоқтаған азамат тұлға ретінде кино кейіпкердің ішіндегі оның мынау болмысындағы түр кейпін тамаша өзінің пластикалық Шәкен Айманов орындаған рөлінде тамаша шешімде тапқызған станоктық несін мүсінін білеміз. Негізінде мен мына мүсіндерді қоладан құйып жасағанды жақсы көремін. Себебі ол саусағының ізі қалады. Ойын, оның кейін қоладан жасағанның мүмкіншілігі көп. Оның шешімдері өте қызық. Әр қиын болса да өте қызық. Оның кейін оның шешімдері жаңа ойлаған ойыңыздың, образдың қалыптасуына қоланың өзі бір үлкен әсер көмек береді. Соны дұрыс пайдаланса, жұмыстың өзі бір жақсы көрініп, өз орнын табады. Сондықтан да мен көбінесе сол қоланы жақсы көремін. Ұстаз өз ісін сүйсе, жақсы оқытушы болатыны анық. Лев Толстой. Ол өз мүсінші ғой. Мүсінші болғаннан кейін оның суреті, сурет беруі, сурет әдісі мүсіншілердің көзқарасы. Біз мына кафедраға шақырып отырғанымыз, себебі 5 курста суреттен боласапарыш бізде өткізеді. Сол өткізгенде сурет кішкене ерекше болады, более конструктивный болады. Пластикасы да ерекше, соңын көзқарасы да ерекше. Біз мына академический рисунок болып тұрғанның өзінде, мына шетте былай салу болмайды да, зарисовкадан, ол себебі мына спецрисунктың әдісі. Қазіргі күні мына Жүргенов атындағы өнер академиясының академиялық сүйрет және станокты графика кафедрасында сол жерде ұстаз болып жұмыс істеймін. Сол алғашқы ашылған күннен бері міне бір орында 30 жылдай сүйрет пәнінен сабақ беремін. Негізгі ол сабақ берудің бір жақ өзіме қойған мақсатым, өзінің білген, өзінен үйренген ұстаздарының сол тәжірибелерін, өз тәжірибелерінде сол жастарға, болашақ мамандарға көрсетіп, үйретіп берсем деген негізгі ынта. Сондықтан да сол еңбектерінің көбісі академиялық сүйрет кафедрасы негізінде ол шығаратын кафедра емес, ол ортақ бүткіл мамандарға, кескіндемеге, мүсінге, монументалистарға, графиктарға және де басқа мамандарға ортақ бір сүйрет пәнінен арнайы кафедра орналасқан. Сондықтан да мен негізінде алғашқынан бері негізгі мына мүсіншілерге көбінесе сүйрет пәнінен сабақ беремін. Себебі мүсінші өзіме жақындау, түсінікті, онан кейін мына студенттерге де айтып түсіндіріп көрсеткенім маған жеңілдеу болып көрінеді, қызықты да болып көрінеді. Ол кісі Қытайда осы бірнеше жыл бұрын іс тәжірибеге шақырылып, мынау Қытай елінде үлкен мүсін мектебін ашып келді. Сонда Қытай елінің профессорлық атақ дәрежесін осы Болат Сапарұлына бергенін білеміз. Ол үлкен екі совет өкіметі кезіндегі екі профессор атақ дәрежесін алған ұстаз ретінде білеміз.
Сонымен қатар мынау мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшесі, мүсін ескерткіштерді қабылдау комиссиясының мүшесі. Қытайда мен 2 жыл жұмыс істедім, шақыру бойынша. Оларға мүсін маман ашып, оқушылар қабылдап, студенттер, ассистент дайындап 2 жылда. Сол кезде бір күндері бүткіл оқытушы қауым, оқушылар, студенттер солардың алдын алып, қалай сурет саласыз, қалай мүсін жасайсыз, көрсетіңіз деп аяқ астынан ешқандай көмірін айтпай дайындықсыз кіргенде мен бір 10-15 минут қара терге түсіп, қатты қысылып, соң кейін бірақ енді не істеу керек, материалдардың бәрін дайындап қойған екен. Содан кейін барып кішкене өзіме келіп, алғашқы қол жаған ой пікірім бәрі келді. Өз-өзіме қолға алып өзімді сабақты көрсетіп, 4 сағаттай сөйлеп салып, 4 сағаттай мүсін жасап, кешке дейін көрсетіп бердім. Өзім шеберлігім мықты болмаса, онда қиын болатын көрінеді. Сондықтан да сондай ауыр жолдарды қалай өту керек, ол үшін не істеу керек, қиыншылықты қалай жеңу керек, оның бәрі сол сіздің шеберлігіңізді күн сайын шыңдап, біліміңізді асырудың арқасында ғана бәрін жеңіп, ойлаған ойыңызға, ойлаған мақсатыңызға жететін көрінесіз. Соның көзін жеткенде, сондықтан Москвадағы оқып жүрген кезіміздегі ұстаздардың берген білімнің бәрі әлі күнге дейін өте көп көмегін беріп жүр. Өзім де ұстазбын, бірақ сол ұстаздардың айтқан есінен шығара алмаймын. Өз деңгейіңді, мамандық деңгейіңді әр уақытта қалыпта ұстап отырсаң, оны көтеріп отырсаң, сонда ғана студенттерге де өз ойыңды, пікіріңді жеткізе аласың. Студенттер де сол кезде сізді дұрыс түсінеді. Сол себептен деңгейді көбейту үшін мен сіздерге айтамын, айналайын, күнде ең аз дегенде 4-5-6 сағат жұмыс істеймін. Сонда ғана шеберлік деңгейлеріңді бір қалыпта ұстайсыңдар. Бүгінгі күнді ойламаңдар, ертеңгі күнді ойлаңдар. Ертең, мына біздің болашақ, ертең сіздерге талап қойылатын. Сол үлкен шешімдерді шешетіндей, сол үшін шеберлік деңгейлеріңізді көтеру керек. Жұмыс істеу керек. Сабаққа кешікпей келіп, берілген уақытты дұрыс пайдалансаңдар, соның өзі сіздерге жетеді. Ал сондықтан да мен айтайын деген, студенттермен жұмыс істеу өте қызықты. Оларды үйрете отыра, өзіңде жас болып, ынталанып, шаттанып жұмыс істегім келіп отыр. Болат Досжанов 1945 жылы дүниеге келген Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 1970 жылы Гоголь атындағы Алматы көркемсурет училищесін, 1984 жылы КСРО көркемсурет академиясы, Суриков атындағы Мәскеу мемлекеттік көркемсурет институтын бітірген. Республикалық, бүкілодақтық және халықаралық көрмелерге қатысушы. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының академиялық сурет және станокты графика кафедрасында ұстаз, профессор. Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі.